Сәлем достар, бүгін подписчигімнің сұрағы бойынша алдыңғы видеоларда 1000 акциямен жасаған болатын. Аздау акция алып жасап көрсетіңіз дегеннен кейін 100 акциямен арзан компаниялардың акциясын алып көрсетейін деп отырмын. Мен мына жерде 16 долларлық акцияны алдым. Бір штук 16 доллар. Бұл жерде үшінші свеча қызыл болып ашылғаннан кейін ол уже шортқа кір деген сигнал болып есептеледі. Сол үшін мен осы жерден шорт позиция аштым. Егер де жоғалтсам 8 доллар жоғалтамын, пайда тапсам 19 доллар пайда табамын деп тек профитті 16.46-ға жылжыттым. Бірақ бағасы түскен сайын өзімнің стоп лоссымды төменге қарай жылжытып қойдым. Қазір плюс 4 долларға өзімнің шығынымды шектеп 4 долларға дейін стоп лоссымды түсіріп қойдым. Енді акцияның бағасы түскен сайын тек профитті одан да төменге жылжытып отырамыз. Мына жерде плюс 10 долларға қойдым. Сатып жіберушілер көбейіп жатыр, шортқа кірушілердің саны көбейіп жатыр. Байқасаңыздар, жасыл свечаның денесі жоқ, тек қана ізі болып тұр. Так, мына жерде біздің позициямыз плюс 19 доллармен жабылды. Енді мына жерде баға агрессивно өсіп бастағаннан соң мен өседі деп ойлап лонг позиция аштым. Осы жерге түсті, енді баға әрі қарай өседі деп ойлап отырмын. Тек профитті әзірге жасыл свечаның фитилінен қойдым. Стоп лоссымды 17 долларға қойдым. Мына жерде жасыл свечаның 0.5 теңгейін расширенный Фибоначчиға салып көріп аламыз. Қазір мен шығынымды минус 2 долларға азайтып қойдым. Егер шығынға кетсем, минус 2 доллар кетем. Пайда тапсам, минус 17 доллар. Мына жердегі жасыл свеча, осы жасыл свеча 0.5 теңгені анықтап аламыз. Расширенный Фибоначчиға салып, мына жерде қазір көрсететін болсам, мынау жер, дәл осы жер расширенный Фибоначчидің 0.5 теңгеге. Қазір баға шортқа кетті. Қызыл свечаның фитилімен төменге қарай түскен. Егер де мына қызыл свеча қазір осының 0.5 теңгені бұзып кететін болса, онда баға шортқа кетеді деген сөз. Әзірге рынокты бақылап күтеміз. Осы жасыл свечаның 0.5 теңгеден баға төменге қарай асып кететін болса, онда баға құлайды деген сөз. Қазір баға көтеріліп жатыр. Кішігірім консолидацияға түсіп жатыр. Мен өзімнің шығынымды шектеп плюс 1 долларға стоп лоссымды жоғары көтердім. Енді маған баға қайда баратын белгісіз болып көрініп тұр қазір. Сол үшін мен барынша өзімнің позициямды плюспен жабуға тырысамын. Енді келесі свеча жасыл болып ашылатын болса, онда мен стоп лоссымды тағы да жоғары жылжытамын. Маған лишь бы өзімнің позициямды пайдамен жабу керек. Енді мына жердегі жасыл свечаның 0.5 теңгеден қазір төменге қарай құлап кетті. Егер де ол төменге қарай құлады деген сөз, демек баға төменге қарай құлайды деген сөз. Демек, осы жердегі сауда уже орындалып қойды. Енді шортқа кіретіндер көбейді деген сөз. Ал егер осы деңгейді бұзып кете алмаса, онда жоғары қарай кететін еді. Өзімнің шығынымды шектеп плюс 3 долларға жоғарыға көтеріп қойдым. Егер де қазір жабылатын болса, менің позициям плюс 3 доллармен жабылады. Қазір енді баға жоғары көтерілетін болса, тағы да келесі свечалар жасыл болатын болса, біз барынша өзіміздің шығынымызды азайтып, стоп лоссымызды тағы да плюске жоғары қоямыз. Қазір плюс 5 долларға жоғары көтердім. Біздің тек профитқа баратын болса, плюс 17 доллар болады. Қазір 7 доллар пайдада отырмыз. Так, плюс 7 доллармен мен позициям жабылып қалды.
тек профит пен стоп лоссты осылай қолданамыз. Осылай өзімізге тиімді етіп қолданамыз. Енді қазір көрейін қандай позиция ашатынымды. Мына жерде маған двойная вершина көрініп тұр, былайда. Менің ойымша баға шортқа кетеді деп ойлап отырмын. Былай қарай кетеді деп ойлап отырмын. Өйткені мына жерде двойная вершина шықты. Сол себептен мына жерден шорт позиция аштым. Пайда тапсам 16 доллар табамын, минусқа кетсем 8 доллар минусқа кетемін деп қойдым. Біздің анализіміз сәйкес келмеді мына жерде. Демек әрі қарай лонгқа кетеді. Мына деңгейді бұзып кетті. Қара сызық тұр ғой, мына тренд сызығын бұзып кетті. Әрі қарай лонгқа аштым мен, өйткені әрі қарай өседі деп ойлап отырмын. Мына жерде қарасаңыздар, бізде уже бычий жатыр. Бычий тренд басталды. Тренд ауысып кетті. Медвежьеден бычыйға ауысып кетті тренд. Мына жерде 0.5 теңгеден төменге қарай кететін болса, онда төменге қарай кетеді деген сөз, баға құлайды деген сөз. Қазір көрейік, жасыл свечаның 0.5 теңгеден қызыл төменге қарай кетеді ме, жоғары қарай кетеді ме. Мына жерде екінші қызыл свеча 0.5 теңгеді бұзып кетті, ары қарай төменге қарай кетуі де мүмкін баға. Ары қарай өспеуі де мүмкін. Сол үшін өзіміздің рискімізді азайтып, стоп лоссты минус 2 долларға ауыстырдым. Мына жерде теңесіп қалды. Енді әрі қарай акцияның бағасы өскен сайын өзіміздің стопымызды жоғары қарай жылжытуымыз керек болады. Плюс 1 долларға өзімнің позициямды плюспен жабу үшін стоп лоссымды өзгертіп қойдым. Барынша позицияны плюспен жапқым келіп тұр. Так, біздің позициямыз жабылып қалды плюс 1 доллармен. Мен бұл жерде риск менеджмент пен мани менеджменттің ережелерін сақтап, өзімнің психологиялық күйімді басқарып, ары қарай бүгінге трейд жасамаймын деп шештім. Өйткені уже мен ары қарай трейд жасай беретін болсам, минусқа кететінімді біліп тұрмын. Рынок ашылған уақытта тез трейд жасап үлгеріп қалу керек. Баға консолидацияға түсіп кетеді көп акцияларда, одан кейін волатильность төмендеп кетеді.